Егер де сіз общагада өзінің жеке шампуні, сабыны бар студент көрсеңіз, демек ол стипендиядан бөлек қосымша табысы бар студент. Ал жұмыс істемейтіндер жұмысқа бір көре бер. Бүгін бірінші жұмыс күніңе кешікпей кел, ұқтың ба? Болды, обязательно, обязательно. Қалайсыңдар? Брат, бүгін кешке группаластар болып бір жерге жиналып, 10 000 теңгеден жинап, отырайын деп жатырмыз. Келе алмаймын, анау-мынау деген болмасын, кел міндетті түрде. Я сөйтек Моңғол осы жол точно қалатын шығарсың. Алдында да кетіп қалдың ғой атам ауырды деп. Қыздар жігіттер ренжімеңдерші. Мен әжем ауырып отыр, соның қасында болуым керек. Моңғол немені? Ата әжең сменмен ауыра ма? Сол сендерге күлкі болса болды, ертең өздеріңе не болатынын білмейсіңдер ғой. Одан да әжеме дұға тілеңдер. Кешірші Моңғол, артық кетіп қалдық. Жарайды, брат, әлі талай жиналамыз. Одан да әжең сауығып кетсін. Рахмет. Жақсы онда. Жақсы. Жаз. Не деп жазам? Бүгіннен бастап қыздарға мүлдем жазбаймын де. Ал егер өзі жазса ше? Онда қой де. Әйтпесе заблокировать етіп тастаймын де. Ал егер қоймаса ше? Егер бұл мәселе осымен шешімі қабылданды. Ал енді екінші мәселеге көшеміз. Көшеде көрген қыздарға қарындамайсың. Анаңызға күйеу бала керек пе? Айтпайсың. Қатын болатын қыз екен деп мүлдем айтпайсың. Ал егер қоймасаң, саған жаза қолданамыз. Қалай? Оны кезінде көресің. Шешім бір ауыздан қабылданды. ата, не болды? Білмеймін, осы жер бір түрлі ауырып тұршы ата. Суля, общага бір күшті қыз кеп көрдің ба? Қош. Жоқ, көрген жоқпын. Ана қызды көрсең деген. Сипаттап берші маған сол қызды қазір. Ана қыз енді еріндері жиеді. Қасық көзі қиылған, аяқтары балғадай, екі беті алмадай. Бұлай айтқанда қазақтың қара домалақ қызы ғой. Адам ба өзі мынау негізі? Қуады екенсің ғой, Суля. Бұлай айтқанда соска қыз ғой анау. Де? Қалай да болмасын, мен ол қызбен сүйсім керек. Суля, сүйіскен емес, әлі көргенде жоқсың ғой қыз сен. Көресің ғой, мен оны емес, ол мені сүйеді. Егер сол қыз сүйсең, жігітше мұрнын кесіп берем саған. Мұрның дайындаса енді бірінші. Не группа? Моңғолды естідіңдер, көрдіңдер, әжесі қалай болып атқанын. Давайте қаржылай көмектесіп, біреуге ақша жинайық, фрукты, дәрі-дәрмегін алып берейік. Я сөйтек онда. Кімге жинаймыз? Мен өмірме жинайық. Дұрыс болды, брат. Моңғол ардушы қуанып қалатын болды ғой. Сен өзі бұрын жұмысты көрдің ба, официант болып? Мен ауылда істеген ғой, банкеттерге шығып сөйтіп жүретін ауылда. Түрің не серьезный көрініп тұр ғой. Жоқ, істей берем аға. Так, қандай тамақтан аттарын білесің айтшы давай. Бешбармақ, плов, қуырдақ, жұмыртқа қуыру. Мен сен жейтін тамақтарың емес. Мына менюдан қандай тамақ жаттадың деп тұрмын, айтсашы. Сол тамақтар ғой, бешбармақ, плов, сол бәрі бір екен ғой. Білмеймін. Жарайды. Давай, бір күнге ғана стажировкаға көрем. Если өтсең, қалдың, өтпесең, бітті. Рахмет а. Бара берейін ба? Киімдерімді ауыстыра берейін ба? Бар, ауыстыр кел. Рахмет а. Давай, бүгін мен настроем жоқ. Болды аға, рахмет. Бір де қойсың а. Уже жұмыстан шығайын деп тұрсың, Қазабай, уже. Бұл менің сүйісу планым. Машинадағы иттер құсамай болшы тез. Тыңдаңдар. Бұл қыз. Мынау ерні. Мен осы ерінді сүйем. Мен де сүйші. Сен? Сен? Қолын сүй. Че там, қозы? Аяқ сүйге желание бар ма? Сосын? Сосын план мынандай. Мен өтірік комнатада ауа жетпей
талып қалам. Екеуің комнатаны шулатасыңдар да өтіріктен барып ана қыздан көмек сұрайсыңдар. Ол қызды комнатаға кіргізесіңдер, екеуің шығып кетесіңдер. Қалай шығып кетеміз? Сен скорый шақыруға кетіп қаласың. Сен су алып келуге кетіп қаласың. Сосын ана қыз не істерін білмей қалады да маған искусственный дыхание жасайды. Жоқ, план қалай жігіттер? Сосын мына қыз и қозының мұрны менікі болады. Суля, сен сабағын давно осылай оқығанда елбасы медаліне ілінетін едің. Да? Да. Қайдағы ілінген? Бұл тек қыздардың құлағына лапша ғана іле алады ғой, білесің ба? Қумаш деп. Пияз уралам ғой мен еще. Моңғол. Сен басын істейін ба? Ана қыздарға неге фетучини с грибами заказ беріп қойғансың? Олар әлі менюда ашқан да жоқ қой. Енді қыздардың бәрі бірдей тамақ жейді ғой, фетучини жейтін шығар деп ойлап қалдым. Сен ақылдысың ғой деймін, Иә. Өстіп ақылды болсаң, келесі жолы жұмыстан шығып кетесің. Бар да нормально заказ қабылда. Иә. Басылашы енді мектеп тұрсын. Иә. Кез келген ойдан шығарылған өтірік күтпеген қиындықтарды алып келеді. Бұл жағдай бомж сияқты. Моңғол брат, жаңағы үшін ренжімеш, группамен әжең емне деп 80 теңге аударып жіберді. Нан аламын деп ақша сұрап, түбінде арақ ішетін. Моңғол. Жалпы бүгін аласың ба заказды? Или ертең кейін отыра тұр деп айтайын ба қыздарға? Болып бара тұрмын. Саламатсыздар ма? Не тапсырыс бересіздер? Бізге 2 фетучини с грибами. Фетучини грибами? Жазыңыз ба? Ойбай. Сосын? Дайынсың ба? Только күліп қойма, хорошо? 1, 2, 3. Көмектесіңдер! Көмек керек, Суля! Көмектесіңдер, Суля, көмек керек! Не болып жатыр? Бізде Суляның арасында осылай талып қалатын әдеті бар еді. Ата, бар сен де тез скорый помощь шақыршы. Мен барып су алып келейін. Ona gidin, ne istеу керек вообще? Искусственное дыхание. Искусственное дыхание? Жақсы, сау болыңыздар, кеп тұрыңыздар. Істеп жүрсің? Солдарды тазалап жүр ма? Көріп тұрсың ба адамдар келген? Иә. Енді барып обслуживание жасашы. Болды, қазір қабылдап аламын ма? Ойланып жүреді екенсің, е? Жоқ, қабылдап аламын. Примерно жұмыстан шығатын боласыз. Жоқ. Келіңіздер, мына жерге отыра беріңіздер. Саламатсыздар ма? Қош келдіңіздер біздің ресторанға. Моңғол? Мынау моңғол емес па? Моңғол не істеп жүрсің? Апаң ауырған жоқ па? Әжем жанында болдым ғой мен. Әжем маған өсиет айтып берді ғой. Ел сен үшін не істегенін сұрама деді. Сен ел үшін не істегенін сұра деді ғой. Атаңның баласы болма, адамның баласы бол деді ғой маған. Сол үшін арысмендегі админ айтты, өтініш мен орныма жұмысқа шығып берші деді. Ол да адамның баласы ғой дедім да. Жұмысқа шықтым сонан админ болып бүгін. Да, ну сен админ болып істейсің ба? Старший админмін ғой еще, старший админ. Админ болатын болсаң, онда акцент шығарсашы, бізді обсуждать ететін. Өй, сендерде алтын группаластарым тұрғанда, роднойларым тұрғанда, өзім обсуждать етем ғой сендерді. Брат, онда сен неге официанттың формасында жүрсің? По идее, админ деген свободный жүру керек қой. Просто бастық айтты да, өзгеріс бұл саяси бағыттағы өзгерістер емес, қазіргі заман талабына сай өзгеріс деген екен. Бәріміз бірде осындай фартук киіп алғанбыз ғой. Даже біздің главный бастық бар ғой жоғарыдағы. Офисында осындай фартук киіп отырады ғой. Скромный ресторан, скромный адамдарымыз ғой бәріміз. Милана, сен менің өмірімді құтқарып қалдың. Мен саған енді бір өмір қарызбын. Жоқ, ештеңе етпейді, жасан демберді кино көргем. Кинодан көргем? Иә. Онда ана киноны көргенсің ба? 50 оттенков серый деген. Жоқ, көрмегем. Соны көрсе, сол жерде барлығын толық көрсетеді. Кешке не істейсің? Комнатада өзім не боламын? Талыққа батсам, шақырам. Хорошо? Жарайды, мен кеттім онда. Давай. Милана, мен саған бір өмір қарызбын. Но қалай алдым, солай қайтарам, хорошо? Жоқ, керек емес. Просто мен біреудің ақысын жей алмаймын ғой. Қайтару керек маған. А то арқамда бірдеңе тұрғандай болады да. Суля, базар жоқ? Чего там, мұрын, чего там? Мұрын болғанда. Жігіттер, мен де сүйіскім келіп тұр. Маған да осындай бір нәрсе ұйымдастырып берсеңдер.
Сушылар татты екен, жеп алсыңдар шықты, чотка екен. Қалай, алтын группаластарым, бәрі жақсы ма? Әдемі отырсыңдар ма? Бір официантыңнан туалет қай деп сұрасам, что-то үндемей өтіп кетті ғой. Сөйлесіп қойсайшы, админсің ғой. Болды ғой, сөйлесеміз ғой. Қайсы сол? Көрсетсе маған. Ана бір тұрған. Болды, қазір өзім сөйлескенім, ұрсам өзім. Смело отыра беріңдер. Моңғол шешіп тастайды қазір. Атың кім? Тілеуғабыл. Тілеуға. Қалай жағдың? Жақсы. Что-то қатты айтып қоймады ма? Қолдарың көтеріп. Моңғол дей берсең болады мен. Моңғол? Қолыңмен не істеп жатсың? Әдет қой просто, әдет болып қалған. Сөз. Да? Молодец. Болды. Сөйлестің, смело отыра беріңдер. Братан, қатты айтып заманың ба сен? Ой, просто ұрсып айтпасаң ше, лағып кетеді олар. Басыңа шығып алады олар. Әдемі ғой, что-то екен. Моңғол, ана жігіт саған бағын беріп біртүрлі қарап тұр ғой. Ол охранник қой. Просто мен бывшайым жігіт ғой. Біртүрлі бала өз сондай мән бермей қойыңдар, Главное, тойып жеп алыңдар. Скидка өзіммен ғой. Ата, сыртта дерзкий бір қыз дайындап қойдым. Чотам. Сен одан не тала берем. Мен скорыйға барам, хорошо, ұмытпаңдар. Давай. Бастайықшыз. Кеттік анда. 1, 2, 3. Көмектесіңдер, ата талып қалды, көмектесіңдер, көмек керек. Ай, не дейсің? Кім талып қалды? Атаның осылай арасында талып қалатын бар еді, жасанып дем жасау керек сияқты. Мен барып су алып келейін. Жарайды. Мен барып скорыйға барып келейін. Иә, ойбай. Ай. Так, не болып жатыр мына жерде? А? Не істеп тұрсың? Мынау админмен қалай сөйлесесің сен? Қуасың ба? Қайдағы админ? Мен ғой сенің админың, сен официантсың. Келгенің бүгін ғане. Стажерсың, сен есің жисаш? Моңғол, сен официантсың ба не сонда? Сен бізді алдадың ба сонда админмін деп? Сен не былықтырып жүрсің бәрін? Кетші жұмыстан бар, Қазір мен сіздерге нормальный официант жіберем, жарай ма? Кет бар деп тұр мен саған. Неме отырсың? Клиенттермен қалай сөйлесесің? Группаластармен тамақ ішуге келіп отқан жоқ па мына жерге? Атың кім еді сен? Нұрсұлтан ба? Атыңа затың сай болсын десе, ақылмен басқарсай бәрін. Атанаң естіседі, соңға барып, атыңды ауыстырып жүреді ғой. Бар бізге даяш шақырып келіп бар ана шыққан. Қазір даяш шақырам. Группаластарым, ренжімеңдерші. Мен сендерге негізі өтірік айттым. Мен ешқандай да әжем ауырып жатқан жоқ. Просто кішкене ақшадан қиналып кеттім да. Ақшам болмағаннан кейін осы официант болып жұмысқа кірейінші деген тұғым ғой. Жарайды ғой. 80 теңге не отырсың? Шөтті өзім жауа салам ғой бүгін. Болды ғой. Бүрше жеп отыра беріңдер. Смело отыра беріңдер. Малсыңдар ма? Дайындап қойдым дегендер ғой, қыз қайда бұл? Вахтерша апайда жас кезінде от қыз болған ғой. Мен өмірде вообще қызбен шешіп көрмедім. Бірінші шешкен қызға үйленем деп жүреді, не істеймін? Үйленесің, нормально. Қай жас бала ауырып қалған? Саламатсыздар. Мен ата ауырып жатыр. Бізді ата емес студентке шығарды ғой. Біз просто ата дейміз, қайта талып қалып отыр, түсінбей жатыр көзіміз. Ондай болса жамбасына укол салайық. Сол укол демекші бұл. Уколдан қорқам деп, ауырып жатқан жоқпын деп айтуы да мүмкін бұл. Жоқ, мен серьезно алып тұрған жоқпын бала. Ондай болса бізбен бірге кеттік, асқындырып алсаң, ертең күні қиын болады. Сөйтіңіздерші, алып кетіңіздерші. Мына өтірікті, бұның бәрін әдейі істедік, негізі ауырмай маға деу мүмкін, қорқады просто. Жоқ, шынымен әдейі істегенбіз бәріміз. Өтірікпін, мен ауырып жатқан жоқпын, ешқандай жерім ауырып жатқан жоқпын. Әлі басталып кетті. Бізбен бірге жүрсе бәрі жақсы болады. Алып кетіңіздерші. Кеттік. Суля, өлтірем сені. Жүрем шағып өттірші мені, мен алып жатқан. Емдеңіздерші. Суля, артық кетіп қалған жоқпыз ба? Зато мен қыздармен сүйіспейді енді. Мынау ма? Иә, осылай. Ата! Атау! Ата! Чо там, ата? Чо там? Қыз ба, ұл ма? Қыз болса кел. Айтпақшы, жеге, кешегі үшін рахмет. Да? Мына жерім ауып жүр дедім ғой. Оказывается, соқыршек болып қаптым ғой мен. Мен уақытылы келдім, әйтпесе асқылып кететін еді. Оны біз сен үшін жасамадық қой. Ұлт тұтастығы мен Қазақстанның тәуелсіздігі үшін жасадық қой. Жай ма? Енді алтта сессия келатыр дегендей, сен сияқты білімді достар керек қой бізге. Иә. Енді бір қыз тауып алып, демографияны көтерсең, идеальный мужиксың ғой. Міне саған. Фрукт алып келдік. Кірсеңдер. Кіреміз. Екінші этаж ба? Иә. Давай. Давай.
Бүгінгі күннің тәуекелі мен қиындығы Том мен Джерри сияқты. Бір-бірінсіз қызық емес. Қайда мені әкетіп барады, қандай ғаламшар жанды әлемде жансыз адамдар қолында менің жарықшам мұнда мәңгі түн орындалмаған армандар өмір деген парақта қателерім көп білемін мыңға боп